Ваша честь, можно? Представитель СМИ, фото-видеосъемку, если разрешите, прошу. Әкімшілік сотының маратында ашық сот мәжілісінде бұл адам Болат Көшбекеновқа қатысты әкімшілік іс қаралады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 667 баптың бірінші бөлігімен іс қозғалған. Істі қарайтын судья Катаевас пен Шавкат Нұрманов сот отырысының хатшысы Амракулов қатысады. Сот бойынша және аудиожазба жүргізіледі. Сот отырысының басына кеңестер бар ма? Бүгін куәларды шақыру үшін сот отырысы кейінге қалдырған. Дюсов Махамбет Тиманович, сот отырысына куә ретінде шақырылдыңыз. Өзіңізге белгілі мәліметтерді шынайы түрде айтып, қойылған сұрақтарға жауап беріп, көрнеу жалған мәлімет берген үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертесіз, және өзіңізге жұбайыңызға жақын туыстарыңызға қарсы мәліметтер беруден бас тартуға құқығыңыз бар. Сіздің түсініктеменің құжаттарында бар, сіз 18 қараша күні сағат 11:00-де Жаңғырхан көшесі бойында жол көлік оқиғасын көрдіңіз ба? Сол жерде болдыңыз ба? Не көрдіңіз, айтып берсеңіз. Мен көрген 18 қараша күні 11-ден кетті шама. Тосын уақытын білмеймін, бірақ мен Медколледжден шығып келе жатырмын үйге қарай. Шығып келе жатсам, Астановтың қасына жаңа жол полициясының машинасы мигалкасымен тұр екен. Сосын полиция қызметкерлері тұр. Сосын қастарына барып қарап, бір жігіт сол жаңа қызметкерлерге қарсылық көрсетіп, сот телефонмен жаңа түсіріп жүр. Сіздің келе жатырдың, сосын тоқтап, сол жерге бардыңыз. Иә, тоқтап бардым мен. Сосын не болып жатырғанын білдіңіз ба ол жерде? Сол жердегі сол жаңа бір жігіт соткамен түсіріп, жол полиция. Жиналған екен ол жерге полиция қызметкерлерін білдіңіз ба? Білгенде сол жерде ПДП болған дейді біреулер. Бірақ оны көрген жоқпын мен. Сосын мына бір жігіт түсіріп жүрді телефонға. Иә, толықша келген сол полиция қызметкерлерінің бағынбай. Орта бойлы жігіт толықша келген. Енді бет әлпетін көрген жоқпын мен. Толықша келген жігіт. Сосын не істеді? Сол қарсыласып жүріп, сосын мен маған Қалай қарсыласты? сол соткамен түсіріп нетіп жүр ғой енді. Сол полиция қызметкерлеріне бағынбай. Қызметкерлерді түсірме деді ма? Солар түсіріп жүр. Беттеріне тақап осылай бүйтіп. Мен әрден қарап тұрмын, бет әлпетін жаттаған жоқпын. Тапа-тап келген жігіт. Сол менен допрос алды, көрген, білгеніңіз. Соны допросын бердім де, мен ары қарай үйге кете бердім. Сонда түсінбедім, полиция қызметкерлері ескерту жасады ма? Түсірмеңіз, болмайды деп қалай? Сондай қарсыласты? қарсылық көрсетіп отыр, болмайды деген неге. Болмайды деген тыңдамай ма? Иә. Мен қастарына жақындап баруға менің құқығым жоқ қой, бұндай неге араласып. Сыртынан қарағанымды айтып тұр. Бөкенов, сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Қай жерде неше минут болды? Мен неше минут қарсыластым дейді. Қарсыласқасыңыз 4-5 минутта қарсыласқан боларсыз, мен ары қарай кетіп қалдым. Түсініктемен жерінде көрген. Кімге түсініктеме бердіңіз? Неге жол полиция қызметкеріне? Ана жерде неше милиция болды? Ау. Неше милиция болды ана жерде? Мен санаған жоқпын неше екен. Шамамен 5-6 жүрді әйтеуір.
сосын школдың машинасы тұр. Тағы. Тағы бір машиналар тұр. Қандай? Маркасын білмеймін ал. Мен не істедім, қалай қарсылық болушы еді? Енді сіз сотмен нетіп түсіріп жүрсіз, олар сізге нетіп жүр, қолыңыздан ұстап. Мен екенін адам дейсіз ғой. Енді жаңа сіз куәгер, пәтер шепсіз. Мен екенін адам дейсіз. Енді мына кісі айтып отыр. Бет әлпетін танымайды. Бет әлпетін байқаған жоқпын. Шынымен бет әлпетіңізді таныған жоқпын, көрген жоқпын. Şimdi қандай кейін болды мен? Капюшоны бар, көріп қайтыр. Капюшоны бар? Бұлай білмейсің нақты мен екенін. Нақты білмеймін сіз. Может, сіз ішіп алған жоқсыз ба ана жерде? Қалай жоқ. Сізді наркологияға апарды ма? Ау, Сізді наркологияға апарды ма? жоқ, апарған жоқ. Ана жерде тек қана школдың байқап қасында УАЗ тұр ғой. УАЗ тұр, УАЗ машинасы. Соның қасында жүрсің күні. Мен не істедім ана жерде? Ана жерде қарсыласып жүрсіз. Қалай? Кәдімгідей. Ма? Мені мынандай жасқайын өтірік айтпай дейсіз. Шығар. Полиция қызметкерлері баянаттары бар шақырды. Отырысында Каленов Ахонов сұрастырдық. Ажиев. Манарбек Катеевич, сот отырысына куә ретінде шақырылдыңыз. Сізге белгілі мәліметтерді шынайы түрде айтып, қойылған сұрақтарға жауап беруіңіз керек. Және қалған мәліметтер беру үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертесіз. Өзіңізге жұбайыңызға жақын туыстарыңызға қарсы мәліметтерден беруден бас тартуға құқыңыз бар. Түсінікті. Лауазым Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті жергілікті полиция қызмет басқармасының бастығының орынбасары полиция полковнигі. Қараша күні Жангирхан көшесінде жол көлік оқиғасы болған жерде болдыңыз ба? Әрине болдым. Сол жөнде айтатын болсам, кешкі мезгілде 10-11 айналасы шамасы өзімізде полиция департаментінің патрульдік полиция батальонының кезекші бөлімшесінен хабарлама түскен болатын. Жол көлік оқиғасы болған жөнінде. Біздің полиция патрульдік батальонның қызметкері жол көлік оқиғасы деген жөнінде. Тез арада сосын сол оқиғаға шықтым. Оқиғаға келгенде қалалық басқармасы патрульдік полиция батальонының қызметкерлері осы оқиға бойынша құжаттарды ресімдеп жатырды. Осы оқиға бойынша. Сол жерде тұрған қызметкерлерден сұрағанда облыстық патрульдік полиция батальонының қызметкері фамилиясы Баймукашев қыз баланы қағып кеткенін айтып, сол қыз баланы жедел жәрдемге кеткенін қысқаша айтып берді. Сол оқиғаға басқа да қызметкерлер келіп бастады. Осы оқиға бойынша құжаттар рәсімделіп, инспекторлар тіркеп рәсімдеп жатырды. Бірнеше уақыт өткеннен кейін, шамасы уақытын енді 11-дің айналасы, сол жерге бір азамат келді. Ол азамат басында таныған жоқпын, содан кейін барып таныдым мен, сырттай. Осыған 2-3 күн бұрын бізде Нұр Отан партиясында жолда қабылдау акциясы болған кезде полиция департаментінің бастығына жолыққан болатын, өзінің шаруасымен. Ол Бөкенов Айболат мырза болып шықты. Ол кісі келіп, сол жерде сол кісінің іс-қимылдарын көрдім. Өзінің ұялы телефонын қосып, сол ұялы телефонында жарықтықта қосты. Енді ар жағында түсіріп жатыр ма, түсіріп жатқан жоқ қой, оны білмеймін, яғни мен көрген жоқпын, жазылып жатыр ма, жазылған жоқ.
келіп біз тұрған қызметкерлер, біздерге сол жерде тұрған қызметкерлер келіп манағы өзінің талабын қойып бастады. Осы оқиға бойынша сұхбат сұрады, манағы өзінің ренжісін айтты. Неге сендер жол полиция қызметкерлері жол көлік оқиғасын істей бересіңдер? Сөзінен байқадым ренжісін айтып тұрғанын. Қызметкерлер бірнеше айтып түсіндірді. Жол көлік оқиға бойынша ресімдеу құжаттары жүріп жатыр. Манағы мешайт етпеу жөнінде, кедергі жасамау жөнінде бірнеше рет айтты. Сосын бұл азаматты осыған дейін біздің патрульдік полиция қызметкерлерімен меніңше бірнеше рейдтік шараларға жүріп жүрді. Енді бұл азаматты біледі ғой, біз де білеміз. Енді басында сұрадық, айттық. Ол азамат өзінің іс-әрекеттерін қоймады. Қайта дөрекі қатты дауыстап манағы беріңіздер, сұхбат беріңіздер деген әңгімелер айтты. Енді оны біздің өзіміздің талаптарымыз бар. Жол көлік оқиғасы жөнінде полиция қызметкері сол жерде міндетті емес беруге. Жалпы құжаттар ресімделіп жатқасын, әрине жәбірленушінің дене жарақатын алғасын, қатты дене жарақатын алғасын. Бұл факт бойынша қылмыстық тергеу, қылмыстық іс қозғалатын, тиісті құжаттар жинақталатын білетін болғасын, біз мәліметтерді сол жерде бермедік. Себебі нақты жиналғаннан кейін бар, келесі күні болсын манағы арнайы брифингтерді беріп жататын атап көрсеттік. Бұл азамат өзінің іс-әрекетін тоқтаған жоқ. Манағы телефонды бетімізге тақады. Келіп бір ескертті полиция қызметкерлері, сол жерде тұрған екі ескертті. УАЗ автокөлігіне барды қайта сол жерде. УАЗ автокөлігінің қызметкерлері мана жол көлік оқиғасы бойынша құжаттарды ресімдеп жатыр ғой. Бұларға келді, бұлар түсірді. Бірнеше ескертпе жасағаннан кейін өзінің іс-қимылын тоқтатпаған үшін нәтижесінде соңғы жағында манағы сол жерде сол аумақта тұрған полиция, патрульдік полиция қызметкерлері өз автокөлігіне отырғызып алып кетті. Енді осыған дейінгі мына табыс жерде айттым, алып кетті деп. Сол жерде генерал маған телефонда атуған неге айтпайсыз? Оны мен көрген жоқпын, оны естіген жоқпын. Сіздің дәлеліңіз бар ма маған оны айтып жатқан сөзіңізге? Мен өзім көріп тұрмын сізді. Жоқ, көргенде камера болды, бүкіл мәселе. Мысалы үкіметтен бәленбай миллиард бөлді да осында камера. Сол күні білесіз, күн салқын болған. Қанша градус болды? Мен білмедім ол қанша градус болған. Осы жерде сізге телефонды көрсетейін. Солны погода. Авария. Плюс бір болған. Мына аяз отырып болды. Аяз болған. Ол полиция қызметкерлерінен сұрау бойынша, өздерінің айтуы бойынша суыққа манағы өзінің... Жоқ, сіз соғын болдыңыз ғой. Суық болған жоқ қой, плюс бір болды. Мен жеңі жоқ көтім өжетін. Күн салқын болды соғын. Мен жеңі жоқ көтім өжетін. Күн салқын болды. Сіздің капюшоныңыз болғанын білемін, үстіңізде. Көрсетейін ба сізге плюс бір екен? Енді ол сіз солай ойлайтын барсыз. Мен өзім ойымша айтып отырмын. Погода өте айтпайтын ғой. Ешнәрсе айта алмаймын, мен өз пікірім, өз ойым. Бұл жерде сізді мына жайтты отып кетіп отырсын, айтуға өтірік айтып отырсыз. Ана бүкіл айтқаныңызбен келісемін мен. Бірақ сізге мешай еткен жоқпын жұмысыңызға. Бұл жерде бәрі басталғаны генералдың бұйрығынан басталды. Мынаны алып кетін деді. Телефон тартып алдым мен. Мен білмеймін, көрген жоқпын. Сосын мен ана жерде айттым, генерал болсаң өзің не генералсың? Мына менің құқығым жоқ сен телефон тартып алған. Сол кезде генерал бұйрық мен. Екі милицияда алып кеткен жоқ мен. Генералдың бұйрығымен. Бұл жерде әкімшілік сот ханым сізге айтайын. Бұл жерде негізі маған емес, генералға сот тартылу керек. Ең басты куәгер генерал. Сол сотқа генералды шақырып өтемін. Жақсы естідім сізді. Мен өз ойымды айтып отырмын. Қалай болған? Өтірік айтып ана жерде болған 5 минут жатты. Сіз қазір өзіңіз ойлап 5 минут жүрдім сол жерде. Сіз өзіңіз ойлап 5 минут болдым мен келгеннен бастап. Шамамен қанша? 15-20 минут па?
сол уақытта жүрдіңіз. Сіз басынан келгеннен кеткенге дейін мен тұрдым сол жерде. Мен білемін оны. Сіз келдіңіз. Генералдың бұйрығымен Біз сізді көрдік. Сізге түсіндіріп айттық. мазалама деп айтқан жоқсыз. Сізге айттық. Бұл жерде жол көлік оқиғасын екі милиция емес, 10 шақты милиция, соның бәрін камерасына естімей қалды. Патрульдік полицияда тек қана камера болады. Біздерде мысалы біздер біздер бардық оқиға бойынша. Біздің үстімізде камера болған жоқ. Біздің үстімізде жоқ. Ол тек мана патрульдік полиция қызметкерлерінде болады камера. Генералдың телефон татуған неге айтпай тұрсыз? Мен көрген жоқпын. Қалай көрген жоқ? Қасыңызда тұрсыңыз. Мен сізге айтып отырмын ғой, көрген жоқпын. Жалғастырамын, иә. Бұл азаматты алып кетті. Бұдан кейін артынан мен осындай жағдай болып баратқанын көріп, сараптамаға алып барды. Сараптамада патрульдік полиция қызметкері мен бұл азамат бірге кірді, шықты. Сосын Зашаған полиция бөлімшесіне барды. Зашаған полиция бөлімшесінде бұл кісіге хаттама толтырылды. Сосын хаттама толтырылғаннан кейін бұл кісі жіберілді. Болды, қысқаша айтатын болсам. Ана кісіні қайда болдыңыз да? Оны мен тапқан жоқ. Енді қалай? Түсініктеме кім алды сіздер? Түсініктеме патрульдік полиция қызметкері алды. Патрульдік полиция. Сол жерде алды ма? Сол жерде. Кім фамилиясын білмейсіз? А? Кіретін шығар. Түсініктеме сол жерде бердіңіз де кетіп қалдыңыз да? Коленов ала, өткен отырыста сұрастым ғой. Хаттама толтырғансыз сізге. Өткендердің куәгерлері бар, мен 1 сағат жүрді. 1 сағат мен машинамен келгенде білмейді, басқа есім келмейді. Мына кісі дұрысын айтып отыр, 15 минут болды мен. Жоқ, мен шамамен айтып отырмын. Шамамен 15 минут. 15 жарты сағатта шамамен. Мен енді нақты айта алмаймын, себебі Ең бастысы. ол кезде ол жерге келіп Ең бастысын айтпай тұрсыз, генерал телефонда. сол жерге келіп, егер уақытты шегелеп кеткеніңіз оның бәрі маңызды болса, сол жерде оның бәрін істер едік. Шамамен айтып отырмын, сіз түсініңіз. Түсінемін, бастықтардың болғасын айтпай тұрсың. Енді ол Генерал болғасын. сіз олай ойлап тұрсыз ғой. Менің қатысуым қажет пе екен? Жақсы. Бар, иә. Болатбек Иванович, сот отырысынан куә ретінде шақырылдыңыз. Өзіңізге белгілі мәліметтерді шынайы түрде айтып, қойылған сұрақтарға жауап беріп міндетіңіз. Және оған көрген жалған мәліметтер берген үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертеді. Өзіңізге Жүлайдың айтатын туыстарыңызға қатысты мәліметтер беруден бас тартуға құқығыңыз бар. Бастай берейін бе? Мен полиция департаментінің ішкі және сыртқы коммуникациялар бөлім бастығының міндетін атқарушымын, полиция полковнигі Белгібек Болатбек Еркебұланұлы. 18 күні Жаңаарқа көшесінде болған жол көлік оқиғасының орнында болдыңыз ба? Иә, 18 қараша күні сағат шамамен 11-ге жақындағанда 20:45 па, сол кезде маған кезекші бөлімнен, департаменттің кезекшісі хабарласып, жаңа осы жол көлік оқиғасының орын алғаны туралы айтты. Сосын мен сол жерде, жақын жерде тұрам, Зашығанскіге бардым, жаңа басына оқиға болған жерге бардым, 11-ден аса деді. Барғанша 11:30 ба, сол кезде бардым, примерно. Сосын келгеннен кейін, мен келіп тоқтаған кезде артымнан іле-шала біздің департамент бастығы да келді. Генерал Абладимов келді, почти қатар келдік. Сосын мен машинемді апарып бір жаққа сыртқа қарай қойдым да, жолдың несіне. Сосын оқиға болған жерде, ол жерде машиналарды алып тастаған. Сұрадым, мән жайды анықтадым, не болды, қалай болғаны туралы. Жаңа сол жерде жүрген қызметкерлерден мен келгенде, ол жерде қызметкерлер командир батальонының міндетін атқарушы жүрді. Сосын жаңағы рядовой қызметкерлер жүрді. Мен әрқайсысын тани бермеймін.
Сосын келгеннен кейін мен олардан сұрадым, айтты осындай қыз баланы қағып кетті, қыз баланы алып кетті қазір жаңағы неге деп. Мына бір машина деді. Машинаны көрсетті, машина сол жерде тұрды, жаңағы патрульдік. Сосын УАЗиктің ішінде жаңағы жедел тергеу тобы келіп, сол жердегі нені не жасатты, осмотр, қарау жасап отыр. Сол жерде қарау жасап, сол жерде қорытындылап жаңағы жасап жатыр екен. Мен көргенім ішінде сотрудниктер отырды. Сосын іле-шала сол мен келгеннен кейін кім Бөкен Айболат келді. Мен Айболат бірінші таныған жоқпын. Ол жолдың үстінде жаңағы нені түсіріп жүрді, ана жақтан ненің ішінде. Сосын алыстан сосын біреулер жаңағыдай жолдан кетуін сұрады. Келді, мен қасыма келді, мен амандасып өзім сөйлестім, таныдым. Сосын жаңа жерде менен жаңағы сұхбат беруімді сұрады. Сосын мен айттым, мен де жаңа келіп жатырмын, қазір біліп алайық, мына жайды. Сосын барып мен жауап беремін деп сөйттім. Сосын бір уақыт айтты, маған сіз емес, онда кім генерал келіп тұр ғой, генералдан аламын мен сұхбат деп сөйдеді. Жақсы дедім, бірақ қазір кішкене жаңа ғана келіп жатыр, біліп алсын, мән жайды деп анықтаңыз деп айттым да, былай қарай екеуміз тұрып темекі шегіп тұрдық, УАЗиктің қасында тұрып бұл жерде. Сосын әрі бері кім өзі жүрді, барып түсірді. Мен мысалы ешқандай не алған жоқпын, көрсеттім, даже машинаны мен айттым, мына машина мынау менен сұрадым, мына машина ма, иә осы машина ма, жоқ машина. Сосын оның барлығын жағалай машинаны айналып түсіріп жүрді. Сол неден сосын единственный жаңағы жолдың орта жағына шыққан кезде генерал ұрысты, ана кім ана уберите деді, ана жерден жолдан тағы бір ДТП жасайын деп тұрсыңдар ма, сөйтті, ана жер қараңғы болды, действительно көрінбейді. Сонда замечание жасады. Сосын әлде бір уақытта мен біреу келді, маған машинемді жаңағыдай дұрыс біреудің машинасын жауып тұр екен, мына жерде басқа кісілер тұрды, гражданский адам, бір азаматтық киімде бір кісі келді. Мен машинемді алайын деп сұрап тұр, менің машинам екен, соны артынан жауып қойған. Медколледждің алдындағы неде тұраққа. Сосын машинемді алуым дедім, мен машинемді алып келсем, уже Айболатты алып кетіп бара жатыр екен. Неге машинаға салып, сосын көріп қалдым, әкетіп бара сотрудниктерден не жатқанын. Машинаға отырғызып әкетіп бара жатқандарын. Болды, басқа ештеңе көрген жоқпын. Осы кезге дейін танысқанымыз бір ай болды да, азамат деп сен. Адам сол бетіме тура қойып бар, генералдың телефон тартып алған, сен қойдың ғой. Мен ол жерде тұрған жоқпын. Айболат керек емес деп жалындым, машинаға отырып сөйлесек деді. Айболат, мен кешіріп, мен дәл именно сол кезде мен Айболат деп айтқан жоқ, мен саған ондай әңгіме болған жоқ. Әбеке деп сөйледің сен маған. Жоқ, мен саған басынан айттым, сен потому что сен ішіп алған болдың, мен иіс салып тұрмын, мен саған сол үшін алып кеттім, ұят болады, мен сізге айттым ғой, мен былай қарай тұрайық дедім, сол үшін айттым. Жоқ, өтірік қоспа, жақсы, мен өзімнің немді айтып тұрмын. Мен адамгершілік. Жұмыс қалады, генерал кетеді. Жоқ, түсінікті, мен как есть айтып отырған жоқпын. Мен машинемді алған кезде, сотқаным, мен сол машинемді алып келген кезде сол кезде машинаға отырып әкетіп баратты. Еще жігіттер күлді немен, ана қасымда тұрғанда. Айтым, содан кейін түсінбеді. Сосын маған сообщение жазып жіберді, оны мен көрген жоқпын. Вражде ба хочешь, бірдеме деген, менде әлі сақтаулы. Сообщение жазып жіберді. Соғысқың келе ме, соғыс ашқың келе ме, мен мессияларды устрою қазір соғыс деп сондай жазып жүрген. Не, мен енді менің угроза деп айтып отырған жоқ, просто жаңағыдай жазып жіберген. Бірге араласқан, бір айдан асқан уақыттан бері білем Айболатты. Бір-бірімізге мысалы қарсы келгеніміз жоқ, мен жаңағыдай түсініспеушілік арамызда болған жоқ болған дейін. Өзім қайта шақырып жүрдім. Мен ашықтықты қамтамасыз етіп жүрмін. ТВ-дан білет барлығы осы департаментте. Мен барлық жерлерге керісінше блогерлер шақырамын. Кейде өздері келмейді, түнге шыққысы келмейді. Давайте рейд жасайық. Андай ОПМ болып жатқан кезде басқа жер барлығына мен өзім шақырамын. Мен Айболатты солардың қатарында біреу шақырдым ғой. Автобус ОПМ жүргізген кезде оның жаңағыдай барлық ол әкімдікке келетін сөз, басқаға келетін сөз, оның ештеңесіне қарап оққан жоқпын. Сондықтан мен ешкіммен де мысалы үшін әлгі личный неприязнь отношений мен ешқайсымен жоқ. Мен это смело. Иә. Осындай оқиға болған кезде полиция департаменті мәліметтерді қандай түрде қалай беруге реттелген бе? Міндетті түрде реттелген Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 201 қылмыстық іс жүргізу кодексінің 201 бабында, яғни біз бұл жерде оқиға болған жерде тек қана біз толық комментарий бере алмаймыз. Ол прокуратураның жаңа келісім бойынша, прокурордың келісімі бойынша ғана жаңа қылмыстық оқиғаға байланысты болса, прокурордың келісімін алғаннан кейін ғана біз жаңа комментарий жасай аламыз. Себебі ол жаңағыдай сотқа дейінгі амалдарға өзінің жаңағыдай зияны келуі мүмкін. Қандай жаңағы көлемде бізге 201 бап бойынша жаңағыдай біз оны білет барлығы да бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де біз де кейде жаңағыдай осыған мүдделіміз тез беріп тастағанға.
министріміз де ішкі істер министрі де осыны талап етеді. Біздің жаңағы сондай бірақ неге өкінішке орай осындай не бар. Бірақ біз жалпы айтуға болады, иә қылмыстық осындай не болды, жаңағыдай айта аламыз мысалы, иә осындай оқиға болды, жаңағыдай оқиға болды, екі машина түйісті, осындай жаңа қазіргі уақытта жаңа сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, кейін қосымша береміз деп қана айта, қысқаша комментарий бере аламыз. Нақты оқиғаны. Қаншеде болады деп, менің елде қыз жоқ қой да? Қызы жоқ, иә. Неде жоқ, лентрада жоқ қой. Ленті қошап жайды ғой? Жоқ. Машина алып тастады ғой. Мен енді қандай кедергі келтірдім? Жоқ, оны мен айтайын, өзіңе де айттым ғой, ана УАЗикке қайта түсіріп, мына жағынан түсіріп, ішіне ашып есің. Ашқан жоқпын ғой, өзің айтып тұрсың темекі алды. Жоқ, темекі ол бас сен ол жерде жүрдің ғой. Сен ешкім, иә, соны жоқ, мен айтып отырмын сізге. Мен ешкім саған препятствие жасаған жоқ басын. Сосын бірақ единственный айтты ғой, жолда сөйтіп, ана жолдан қазір қағып кетеді, жолдың ортасында жүріп. Өйткені мен жолда жүрген мен айтып отырмын, мен қалай дәлелдеймін саған? Мен үстімде мен түсіріп алуым керек еді шынымен. Он шақты милиция жүр. Иә, дұрыс айтасың. Жоқ, он шақты, мен қазір айтайын. Ол жерде милициялар жүрді, иә, жаңа полицейский қызметкер, полиция қызметкерлері жүрді. Бірақ олардың жаңағыдай жетондары сол кезде генерал екеуінің жетонын алып тұр, жаңа болған. Екеуінің жетонын тартып алып, қарап тұр, сұрап тұр олардан. Сен қалай жүрдің? Қызылға жүрдің ба? Я қандай немен жүрдің? Сол қарап тұрған кезде сол разбираться келе салсын содан бастады ғой. Екеуінің сатырын қалғандар командир батальон ода жетон тақпайды. Бірінші департамент бастығының бірінші орынбасары, олар гражданка үйден келіп тұр азаматтық киіммен. Кадр жөніндегі орынбасары азаматтық киіммен, генерал азаматтық киіммен үйден келіп тұрмыз бәріміз де, біз хабар алғаннан кейін. Мен азаматтық киімде жүрмін. Ол жерде болған өзі бір 10 шақты адам шығар, соның барлығы қалғандары жаңағы ненің ішінде, автобус ненің ішінде отырды. УАЗиктің ішінде отырды. Сол жерде тұрып оформлять етіп жаңағы ресімдеп жатты. Сол кезде қайта айтты, алып кет, мына жерден жаңағыдай. Былай кім шықты да қаланы танымаймын батальонның қызметкері жаңағы сіз маған бөгет жасап жатсыз деп. Сосын мен де Айболатқа айттым, тұра тұрсайшы, Айболат шыда сәл деп. Мен өзің айттым, сәл шыдасайшы, қазір береміз, берең сол анықтап алсын. Мен қазір тұрып алып, мысалы барлығының алдына шығып мен не қылмаймын ғой. Бірінші анықтап өзім де жаңа ғана естідім. Тура сені көріп тұрғанын мен де көріп тұрмын ғой деп айттым, бірнеше рет айттым өзім. Генералды неге сөйлеп айтпайды? Немен? Телефон тартып алғанша. Анықтап алайық, мен айтып. Саған телефон тартып алды да команда деді. Айболат, сен андағың енді мен действительно мен жаңа не отқан жоқ. Мен андағың мен көрмей қалдым. Мен машинемді алып тастаған кезде мен сенің жакет бұраққан кезде бірақ оған дейін сен емін еркін жүрдің ғой, қолыңда удасты. Жаңа нең бар, жанып тұр фонарик бәрі жүріп. Сенің нелерің видеода түгел жүр ғой YouTube-та да барлық жерде. Мен де маған да жібердің. Бендеше камераны үкімет не үшін алып кетті мына жерден? Ол камера жарайды қотып болды дейді. Жақсы ол камера. Соған 10 қалып тұр ғой, өтіп тағып алсын. Бәлем мен миллион қалып берді ғой үкімет бөліп. Ол енді ол сұрақ маған емес шығар, ол техникалық жағдайға мен жауап бермеймін. Берген жалған мәліметтер берген үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертесіз. Өзіңізге жұбайыңызға жақын туыстарыңызға қарсы міндеттемелерді бас тартуға құқығыңыз бар. Сіздің баянатыңыз құжаттарына тіркелген, сіз 18 қараша күні жол көлік оқиғасы болған жерде жаңа жүйесінде болдыңыз ба? Болдым. Нені көрдіңіз, өткізсеңіз? 18 қараша күні шамамен түнгі сағат 10-нан кетті, 10:50 екен. Кезекші бөлімнен хабарлама түседі. Патрульдік полиция батальонының кезекші бөлімінен. Брусиловский көшесі мен Жаңғырхан көшесінің қиылысында жол көлік оқиғасы болды деп патрульдік полиция қызметкерлерінің қатысуымен. Сол жерге барам оқиға орнында қалалық патрульдік полиция қызметкерлері болады. Сол жерде патрульдік полицияның патрульдік машинасы тұрады жолда.
жаңағы жаяу жүргіншіні қаққан. Сол жерде оцепление жасайды балалар. Содан кейін УАЗ автокөлігі келеді. Жаңағы сол жердегі оқиғаның сызбасын сызу үшін. Сол жерде жұмыстар жүргізеді. Соның бәрінде куәгер болдым. Содан кейін осы болған жерге жергілікті полиция басқармасының орынбасары келеді, Нажиев мырза. Одан кейін полиция департаменті бірінші орынбасары Сүйінбаев келеді. Одан кейін кадр жөніндегі орынбасары Рамазанов келеді. Тағы да бірнеше полиция департаменті басшы құрамы келеді осы жерге. Сол шамамен бір жарты сағаттай уақыт па сол жерде уже болды. Сызбасын сызып почти бітірді жаңа оқиғаның орнында. Сол кезде бір ұлты қазақ азамат келеді. Жаңағы айтылып жатқан Айболат Бөкенов деңіз. Сол жерге келіп жаңа өзінің ұялы телефонына түсіргісі келеді жаңа болған оқиғаны. Ана сотрудникке барып, екінші қызметкері барып, барлығына барып оқиғаның қалай болғанын сұрап жүрді. Неше түрлі сұрақтар қойды. Жаңа УАЗ автокөлігінде сызба сызып жатқан қызмет инспекторларына барып сұрақ қойып, есіктерін ашып жүрді бірнеше рет. Соның ішінде қызметкерлер бірнеше рет талап етті. Сіз біздің жұмысымызға кедергі жасап жатырсыз деп бірнеше рет. Бірақ бұл кісі жаңағы қызметкерлердің қойған талаптарына көңіл аудармады. Жолдың үстіне бірнеше рет шықты. Жұмыс жүргізуіне кедергі жасады. Бірнеше ескертулерден кейін жаңа патрульдік полиция қызметкерлері бұл кісінің ішімдік ішкені байқалып тұрды өзінен. Содан кейін патрульдік автокөлікке салып отырғызып сараптама алып кетті. Сараптамадан өткізіп, одан кейін жеңіл күйінде мас деген қорытынды шықты. Зашаған полиция бөліміне келіп хаттама толтыруға кіргізді содан. Сол оқиғада көрген затым осы. Полиция қызметкерлері қандай жағдайда азаматтың телефонын тартып алады, соны айтыңызшы. Қалай азамат? Қандай жағдайда телефонын тартып алады азаматтың? Телефон не деп тартып алады? Тартып алмайды телефон. Генерал неге тартып алады? Оны білмеймін. Ана бүкіл бастық кетті деп айттыңыз да, Аблязимов кетті деп айтқан жоқсыз. Аблязимовті көрген жоқсыз ба? Көрдім. Полиция департамент бүкіл басшылар болды. Жоқ, замдан фамилиясын бәрін айтып берді. Иә. Соны айтқан жоқсың ба? Генералда болды. Телефонын мен тартып алғанды көрген жоқсыз. Жоқ, көрген жоқ. Камералар неге істемей қалды? Кімнің камерасы? Сендер сотрудниктер. Ол сотрудниктерге сұрағын қоярсыз, ол қаланың қызметкерлері ғой. Жоқ, сіз бана айтып отырсыз, жолдың ішінде жүрді, былай жүрді. Иә. Дәлеліңіз бар ма? Көзіммен көргенімді айтып тұрмын, жаңа куә болғаныңыз деп тұр ғой, соны айтып тұрмын сізге. Дәлеліңіз жоқ былай. Сол көзіммен көргенім мен сізге айтып тұрмын. Сирен. Аға лейтенант, полиция аға лейтенанты Кудусов.
дәл солай. Полиция департаментінде Орал қаласында. Полиция департаментінің, облыстық полиция департаментінің патрульдік полиция батальоны. 18 қараша күні Жаңбырхан көшесінде жол көлік оқиғасы орнында болдыңыз ба? Дәл солай. Нені көрдіңіз? Сол күні жергілікті тұрғын мекен жайында болдым. Жаңағы облыстық кезекші бөлімінен маған хабар түскесін тез арада сол жерге бардым. Келген кезімде сол жерде жаңағы Брусиловский, Жаңғырхан көшелерінің қиылысында Шкода Октавия маркалы автокөліктің жаңағы жол көлік оқиғасына түскенін байқадым. Сол жерде тұрған полиция қызметкерлерін көрдім. Және де Орал қаласының, Орал қалалық ішкі істер басқармасының жол патрульдік полиция қызметкерлерін жаңағы тергеу амалдарын жүргізіп жатқан, жаңағы сызба мәліметтер жинап жатқанын көрдім. Сол жаңағы Шкода автокөлігі, содан кейін жаңағы УАЗ автокөлігі патрульдік. Екі жаңағы автокөлікті көрдім. Жаңағы тергеу амалдары жүріп жатыр. Сызу жолдары, материалдар жинау деген сияқты. Сол кезде жаңағы азамат Айболат деген сол жерге келгенін көрдім, байқадым. Біздің қасымызға келді, қолында ұялы телефон болған көрдім. Бізге қарай телефон бетімізге тақап түсіріп, жаңағы заңды талаптарға мән бермеді, бізден жаңағы талап етті, сауалнамалар қойып, жан жақты кедергі жасап жатқан көрдім. Қызметкерлер жаңағы өзінің қызметтік борышын орындап жатыр. Сол кезде жаңағы УАЗ автокөлігінің ішінде есігін ашып, қайта-қайта маза бермей сол жерде ескерту жасап жатқанын көрдім. Біздің қасымызда жүрді сол кезде. Енді біз полиция қызметкері болғаннан кейін жаңағы ішімдік ішкенін байқалды. Сол кезде бір патрульдік полициясы, Орал қалалық патрульдік полициясының жаңағы осы азаматты медициналық сараптамаға мас күйін анықтау жөнінде алып кеткенін байқадым. Да, болды. Генерал телефон сатып алған сізде көрген жоқсыз. Мен оны көрген жоқпын. Қойдың ғой. Мен көрген жоқпын. Сен жомамсың, жома мен енді қазір мен сұраққа жауап берейін. Мен ондай нәрсені байқамадым, бірақ Айболат екеуміз бір ауылданбыз, Жаңақала ауданынанбыз. Мен енді ол кісіні танығаннан кейін, жаңағыдай ауылдас болғаннан кейін жаныма шығасын білдім. Енді ішімдік ішіп алғаннан кейін қазір артынан жауапқа тартылатын заңды түрде кедергі жасап жатқасын. Сол кезде мен ескерту жасадым. Енді Айболат керек емес, басшылар бар осы жерде, тергеу амалдары жүріп жатыр, кедергі жасап жатсыз. Тергеу болған, жұмыс бітті. Жоқ, әлі жасалып жатыр. Сызатын сызып болды. Енді Болат бүтінізді айтты, сызатын сызып болды. мен ана жерде мен өзім келген бойында көргенді айтып жатыр. Действительно, балдар түсінік тема алып жатыр. Жаңағы куәгерлер тұрды ана жерде. Соның бәрін көріп жатқасын. Камерам бар ма сен? Мен камера ұстамаймын. Мен камера жасамаймын. Мен просто жаңағы сол автокөліктің жай-майын білу үшін сол жерге келдім. Арнайы кезекші бөлімнен хабарлама алғаннан кейін. Баян танығасын, мен действительно ескертіп айттым. Артынан бәрі болады, қазір енді жаңағыдай кедергі жасамауын сұралады деген сияқты. Мана Нәжип сұрақ қойып ма? Ол жерде генерал неғып жүр? Полиция департаментінің басшысы болған. Бұл жерде жол көлік оқиғасы біздің қызметкер жасағасын келді, жағдайдың бәрін анықтау үшін, білу үшін. Мен байқаймын да, көп жағдай болады, осы полиция қақып кеткен көп емес енді болады онысында. Бірақ ол жерге генерал келген көріп жүр. Енді Мен айтайын. Рұқсат па? Генерал кез келген резонанс жағдайға міндетті түрде барады. Ол бірақ ешқай жерде оның жазылмаған, оны өздеріңіз білесіздер. Мен қазір жақындағы нелерді айтайын. Ана резонанс жағдай
2 бала жоғалып кеткен, Тайпаққа дейін барды, таңғы сағат 4-те шығып мысалы. 2 бала суға батып кеткендер естеріңізде бар, Тайпақ ауылында. Одан кейін жаңа жолда ДТП болып, жаңа біздің полиция қызметкері, Тайпақтың полиция бөлімінің бастығы, міндетін атқарушы Айболат ол да қаза тапқан кезде генерал барды. Мысалы, сол сияқты ол көреді, оны барлық жерде біз жазып генерал шықты деп айтпаймыз, ол кісінің міндеті жеке құрамға қатысты болғаннан кейін кез келген басшы, бірінші басшы. Егер де жаңа мен түсініп тұрмын, не үшін айтып отқан бұл сияқты. Ол сондайлар жүрді, мен қарап жатырмын, интернетті қараймын, мониторды етемін. Бәрі жазып жатыр, ой, генерал бірдеңе, оны танысы шығар, бірдеңе шығар деп. Ондай болатын болса, бізге жай айтса да болатын еді, соның басына келіп, онда қандай необходимость, лейтенант, оны мен соны айтып келіп отыр. Қандай необходимость, генерал ол керек болатын болса, оның танысы болатын болса, соның басына барып көрініп, ол кез келген неге барады. Кез келген неге, мен жақтап айтып болған жоқпын, бұл сол кісінің міндетіне жатады. Бекалиев, Арстанов, Гуленов. Бекалиев. Бекалиев Болотбек Бауыржанович, суд отырысына куә ретінде шақырдыңыз. Өзіңізге белгілі мәліметтерді шағын жайып, қойылған сұрақтарға жауап беріп, көрінеу жалған мәліметтер берген үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертесіз. Өзіңізге жұбайыңызға жақын достарыңызға қарсы мәліметтерден бас тартуға ұмытпаңыз. Жол-патруль полициясы қызмет инспекторы сержант Бекалиев. 18 қараша күні Жаңғырхан көшесінде болған жол-көлік оқиғасы орнында болдыңыз ба? Яғни 18 күні, қараша күні 2019 жылы Орал қаласы жол-патруль полиция күнтізбесі бойынша жол-көлік оқиғасы орнына шығатын кезекші инспектор ретінде старший лейтенант полиция Арстановпен бірге жол-көлік оқиға орнына бару қызмет инспекторы болып түстік. Яғни кешкі сағат 22:00 шамасында кезекші бөлімінен тұлпар Брусиловский Жаңғырхан көшесінде жол-көлік оқиғасы болды деген хабарлама келді. Кейін жол-көлік оқиғасына келген сәтте қызмет инспекторы, яғни Баймукашев водитель, сол қызметтік автокөлік басқаруында жас қызды қағып кеткені анықталды. Кейін жол-көлік оқиғасы, яғни кептеліс болмау үшін жүргізуші Баймукашевпен бірге жол-көлік оқиғасының сызбасын сызып, автокөлікті оқиға орнынан жолдан алып тастадық, шетке қойып қойдық. Содан кейін шамамен, яғни автокөлік УАЗдың ішінде жүргізуші Баймукашевті түсініктеме алу кезінде, оқиға бойынша анықтау кезінде белгісіз бір азамат, яғни Букенов келіп, оқиға орнында келіп, мобильный телефонға вспышка жағып жүрді, сол жерде жүрді, кедергі жасап. Сол уақытта біз мен іште отырдым, түсініктеме алып отырдым жүргізушіден. Сол уақытта сол жағымыздан келіп, автокөліктің терезесіне вспышкамен түсіріп жүрді. Сосын мен шығып, бұл кісіге жақындап айттым, то что кедергі жасамасын деп. Содан кейін түсініктеме алып жалғастырдық. Сол уақытта еще сол жағынан, получается, есікті ашып, бұл кісі деген
Бізден сұрап жүрді ана сұхбат алғысы келді жүргізушіден. Инспектордан бізден. Сол уақытта кедергі жасамасын деп біздің сол аймақты қамтитын яғни 520 Аққонов жігермен старший лейтенант Каленов ол кісіні оқиға орнынан алып кеткен болатын. Кедергі жасамасын деп. Өзіңіз шығып ескерту жасадыңыз ба? Ескерту болды. Кедергі жасамасын деп, яғни оқиға орнында болған кезде ешқандай мысалға жол-көлік оқиғасында орында детальдар ешқандай перемещение болмау керек. Сол себептен біз сол жерде арақашық сақтасын деп талап еттік. Банағы не ғой? Камераңыз бар ма? Дәлеліңіз бар ма? Камераға шығу. Есікті ашты дейсің. Есікті ашқан жоқ. Сіз жақындап сол жағынан сол жағынан келдіңіз. Есіктің өткішінде ұстаған жоқпын. Сіз өзіңіз келіп, анық беріп, қалай осылай айтасыз да? сіз өзіңіз келіп, даже ана жүргізушіні түсіргіңіз келді ғой. Есіңізде ме? Сол жақтан келдіңіз, 5 минут түсіріп жүрдіңіз. Жоқ, әйнектің сыртынан бардым. Жақындап. Жақындаған жоқ. Сіз мына жақтан да сізге айттым мен сіз бетіңізге. Сосын айтайын ба? Камераға кім жауапты? ДВ-дің ішінде. Камераға кім жауапты? Bir adam bola ма камераға жауапты? Міндетті түрде, иә. Жоқ, неге істемей алады деймін ғой? Керек кезде осылай. Генерал тазалаған кезде. Сіздер сұрауын жасаған, жауапты ұшан кезде Бұлай қарасаң, бәрі бір сөз, бірақ дәлелдер жоқ сотқа шынында. Сонда мына получается негодный камералар тағы жұмыс. Солай бұл жерде жасамайды ғой. Чапайда да жасамайды өткенде осындай болды айқай болды. Наурызда? Маскта 19 марта іштен шыққан. Уақытта? Иә. сіз мына басқалармен түсінуге болмайды, мына жерде отырсыз, тыныштықты сақтайық. Таныстыңыз ғой. Мына сақтау және көшіруге арналған жүйесі сервері жасамайтын болды. Сақтайтын. Сақталмаған. Bir tane sağlık olur mu? Tamam, bir tane. Hayır. Tamam, polisiye var mı? Açtan mı? Açtan? Бәрі айтатын бір сөз болады ма? Генералды көрдік деп айтатын жоқ. Мына тұрыңыз. Арсланов Дәурен Аманғалиевич сот отырысына ықпал ретінде шақырылдыңыз. Сізге белгілі полиция шынайы түрде айтып қойған сұрақтарға міндетіңіз. Және аталған полиция қылмыстық жауапкершілік тыныштықты сақтайықшы. Ескертесіз, және өзіңізге, жұбайыңызға, жақын туыстарыңызға қатысты мәліметтер беруден бас тартуға құқығыңыз бар. Лауазымыңыз қандай? Қызмет инспекторы. Полиция басқармасының, патрульдік полиция батальонының полицияға лейтенанты Арстанов. 18 қараша күні Жаңғырған көшесінде болған жол-көлік оқиғасы орнында болдыңыз ба? Болдым. Нені көрдіңіз?
18 қараша күні 2019 жылы 835 патрульдік автокөлікпен қызметтік тәулікке кезекшілікке түстік. Құрамында полиция сержанты Беккали болды. Сол кешкі сағат 10-дардың шамасында кезекші бөлім Тұлбардан жол көлік оқиғасы болып отқан туралы хабарлады. Жаңгірхан Брусиловский көшесінің қиылысында. Оқиға орнына барғанда Жаңгірхан көшесінің бойында қызметтік патрульдік автокөлік тұрды. Мына қыз баланы қағып кеткен, жаяу жүргіншіні. Біз келгенше қыз баланы жедел жәрдем алып кеткен. Жасы 20-лардың шамасында азиат нәсілді. Сосын ары қарай жұмыстанып, схемаларды сызып, мына оқиға орнында қызметтік патрульдік автокөлікті жолдан алып тастадық, жолдың жиегіне қойдық, кептеліс болмау үшін. Сосын қызметтік патрульдік автокөлікті айдаған полицияға лейтенанты Баймукашев Ренат болды. Содан УАЗ автокөлігіне отырғызып, түсініктеме алып, ары қарай жұмыстанып атқан кезде бір азиат нәсілді ер адам жасы 35-40 шамасында келіп, есігімізді ашып, патрульдік автокөліктің ұялы телефоны жарығымен түсіріп, сұрақтар қоя бастады. Сосын біз ол кісіге айттық, осылай бізге кедергі жасамауын. Содан шығып кетті де қайттан келді. Сыртымыздан түсірді. Тағы да ескерту жасадық. Сосын болмағасын Қазақстан Республикасының заңның талабының атынан талап етеміз деп, сосын қасымызда тұрған 520 қызметтік патрульдік автокөлік құрамында полицияға лейтенанты Ахонов және полиция лейтенанты Каленов екеуін шақырып, айттық осыны кісіні осылай бізде жұмыс істеуге кедергі жасап жатыр деп. Олар сол кісіге өздерін таныстырып, ары қарай шаған полиция басқармасына алып кетті. Сұрақтарыңыз бар ма? Осыда кісілерге айтайын, дамыған заман. Мына жерде камера істемей қалса, қолмен түсетін камералар болады. Соған не түсірмеген, телефонға не түсірмеген, кедергі келтіріп жүрген. Енді видео жетон отырып қалды, ол тәулікке жетпейді. Батареясы шыдамайды. Оны сол күні жол көлік оқиғасы көп болды. Оны зарядтау үшін неге тығып, манағы домашний условия зарядкаға тығып, сөйтіп не істемесем, былай ол зарядталмайды дұрыс. Аязға өтіп қала ма? Аязға емес, енді кешкі сағат 10 болды, біздер таңертең сағат 8-де түстік. Есептеңізші өзіңіз. Машинада не болады, жарады дейді. Автокөлікте бізде қарастырылмаған. Қойылған сұрақтарға жауап беруіңіз керек және жалған мәліметтер берген үшін қылмыстық жауапкершілік туралы ескертесіз. Өзіңізге, жұбайыңызға, жақын туыстарыңызға қатысты мәліметтер беруден бас тартуға құқығыңыз бар. Айта берейін. Лауазымыңызды айтыңыз.
областной батальон, старший инженер. Сотрудник полицияның Аға лейтенант. Должность старший инженер. 18 қараша күні Жаңғырхан көшесінде болған жол көлік оқиғасы болған жерде болдың ба? Иә, болдым. Нені көрдіңіз? Мен сағат бір 10 жарымдар шамасында осы басшылық звондап осындай жағдай болып жатқан айтты. Сосын мен онда бір сағат 11:15, 11:10 шамаларында бардым. Сол кезде осы Бөкенов мырза деп айттым ғой. Соны көрдім. Ол кезде мен барған кезде мен осы техникалық заттарды қараймын да өзім. Соның камераларды, видеоларын барған кезде осы Бөкенов мырза жүрген кезде камераға түсіріп жүрген көрдім. Камераға деген енді телефонның светі жанып тұрды, вспышкасы. Сонымен біздің осы инспекторларға барып видеоға түсіріп жүрген көрдім. Және де осы біздің сол оқиғадан автокөліктің ішіндегі техникалық құралдарды қарап отырмын. Сол кезде есік ашық тұрды, оның алдында УАЗ автокөлігі тұрды. Сол УАЗ автокөлігінің барып, сол есігін 2-3 қайтара ашып, сол біздегі сол өзіміздің қызметкерлер оған айтып атты. Бізге кедергі жасамаңыз, біздер өз жұмысымыз істеп жатырмыз деп, бұл кісі олардың айтқанына бағынған жоқ. Сосын мен отырған осы автокөліктің қасына келіп бейне жазбаға түсірді. Сол бейне жазбаға түсірген кезде оған қасына келіп біздің қызметкерлер заң атымен де айтып атты, оны да естідім. Сол кезде бұл кісі ешқандай оғаларға бағынбай, сол өз істерін жалғастырып жүре берді. Және де осы қасымға келіп тұрғанда, машинаның қасына келген кезде мен бұл кісінің алкогольдік ішімдік иісі шығып тұрғанын байқадым. Сосын осы сөйлескен кезде ондай қатты өте дауыспен сөйлесіп жүрді. Иә. Дәлеліңіз бар ма? Дәлеліңіз мен өз көзбен көргенімді айттым. Менің өзімде сізді бүйтіп түсірген ештеңе ондай дәлелім жоқ. Мен көрген затымды айттым. Басқа полиция қызметкерлері жоқ қой? Шын айтып ғой. Істен шықты деп жатыр ғой камераға. Соны экспертиза өткізу ғой ма? Жеке жақын экспертиза. Камераға істен шыққан деп тұр ғой. Бейне жетондары ма? Иә. Жетондарды, соны талап етіп. Зарядсыз отырған істен шықпаған. Олар шынымен шыдамайды, оны Айболат көрсең болады. Кешіріңіз. Оны көрсеңіз болады, эксперимент жасауға қиын емес. Действительно біздің постоянно жаңағыдай біздің өздеріңіз көріп отырсаңыз күліп отырсыздар ғой, бәріңізге күліп көрініп жатқан шығар. Анау көшедегі камералар керегі уақытта таба алмай жатамыз. Ол шынымен де жаңағы сондай құрылғы уже тозығы жеткен. Оларға жаңағы 2007 жылы алынған ба, 2008 әжептәуір уақыт болған. Моральдық тұрғыдан ол көнерген, ескірген қолдағы жүргендер. Біз әрине ол сендерді қорғайды деп әдетте қызамыз. Тексерушілер соны тексереді, соны жазады. Қаншама қазір айтсаңыз бар, барлық тексерушілер осынша камераларда отырып қалған, бірақ оған қарамастан қаншама жазаланды осы қызметкерлердің барлығы. Бұл тұрғыда ондай ешқандай бірдеңе жасырып қалатындай, ешқашан ондай не болған жоқ. Ешкімде ой жоқ, ондай жасырып бірдеңе. Сұрақ қойып сондай ол жаңағыдай тексеретін ештеңе жоқ. Кез келгеніңіз келіп, мен қасында жүрсең, мен түнімен жүруге дайынмын. Күндіз түні қасында қанша уақыт жететінін көресіз өзіңізді. Біз сондай талап қоямыз. Бізге жаңағыдай сіздің не қызықтырмай қандай не айтса да, бірақ істеп тұру керек. Осындай жағдайда керек еді, өзімді өкінішке орай жаңа не болды. Мына жаңағы жігіткен осы жерде сөйлеп кеткен жігіт техникум деп айтты ғой, инженер. Ол сол үшін келіп тұр, ана жаңағы қарап жатыр, айтып отырмын, жаңағы өгіз сабат раққан. Ол соны қарап жатыр. Соны генерал да қарап тұр. Түсірмек, мына камерасы ол кезде отырып қалған жаңағы. Қосып ана батарея көрдің, жалап болған неге ана аккумуляторға жалап қалай болды ана жерде түсірілген бе соларды көріп отырған кезде ғой жаңағы отырып қалады, түсінеді барлығы. Батарейкасы отырып қалады.
Оны кез келген менімен жүремін десең, мен сізге ғашықпын. Мен тағы айтамын. Кез келген осы отырған адамдар, пожалуйста, келіңіздер, менімен бірге жүріңіздер, қанша уақытқа жететінін көресіздер. Тағы сұрағыңыз бар ма? Сол жерде оқиға болған жерде камера бар деп соны қарауға болады ма? Камера бар ма ол жерде? Ол жерде камера болса қараңғы ғой, дым көріп білмеймін, камераның бары жоғы қараңыз. Мүмкін бар шығар. Соны көрейік деп. Мүмкін бар шығар. Жол көлік оқиғасы болған тексерген боларсыз, камера бар ма ол жерде? Қарады, ол жерде камера байқаған жоқпыз, инспекторлар да қарады. Соны қарап тұр ғой, жаңа айтып отырмын, соны камера болса бірден айтатын едік, сол өзімізде болады, біздің сол сұратуға болатын еді, жаңа камера бол. Сол үшін жаңа генералдың ана жерде түсірген жерлері бар ғой. Барлық нелер көрсетіліп тұр. Ешқандай жас болды. Ана камералар кімде қандай камера, барлық камераның қолына алған. Сол қарап тұрған кезінде ол видеода жүр, ана таратылып жүр, ешкім запрет берілген жоқ ол видеоға. Түсіріп жоқ, бірақ ол жерде түсіруге болады, бірақ комментировать етіп жаңа біз сұхбат бере алмаймыз, жаңа түсіндіріп айттым ғой тағы. Біз сұхбат бере алмаймыз. Дұрыс түсініңіздер. Тек қана оқиғаның болғанын растаймыз. Міне полиция қызметкері оны айттым ғой сізге. Бере алмаймыз деп айтқан жоқсың сен. Мен сізге айттым, қалай мен сәл тұра тұрыңыз дедім. Жоқ, сен басында айттың да, сосын кімнен айтайын? 10 минут өтті, 10 минуттан кейін камера пусть разберут, көріп тұр ғой, сіз көріп тұр, жай тұрған жоқ қой мысалы. Ана сұрап жатыр, нелерді қарап камера, мына камераны, ана камераны. Болады айтайын. Мен телефон тартып алғанда есімде да. Кім отырды? Сосын сен болдың. Мен именно ол жерде болған жоқ. Кім? Қалғандар мен именно машинаны қойып жатқан кезде мен сосын сені ойладым, шивап алып кеткеннен кейін мен білдім. Содан басталды ғой мына айқайдың бәрі. Сол үшін айтып отырмын мен, сол үшін. Ол кісіге дейін маған ешкім мешать етпе деп айтқан жоқ. Мен айттым, мен саған именем закон деп айтқан жоқпын, бірақ айттым. Иә, именем закон деп ешкім айтқан жоқ. Мен саған айтқан жоқпын, мен үйде айтқан жоқпын. Мен просто айттым, Айболат дедім. Қазір қара басына ешкім қайда қашпайды. Машине тұр. Айтып тұрмын, мен өзім айтып тұрмын. Қараңыздаршы, мен айттым міне, машинең міне тұр. Мына машине дедім. Мына жерде мынадай повреждениесі бар. Мен сізге айтып тұрмын ғой. Сіз қолыңызды жақ тұрсың. Түсіндім. Генерал да маған сен сияқты неге айтты? Сосын мән жайды біліп алайын. Мен айттым, сол кезде мен машинемді жатып күліп алып, машинемді алыңыз деп келді маған. Мен келгенде уже сенің патрульға отырған сәтің ғана. Сосын айттым, түнде қарасам, менің неме сообщение жазып жүрсіз. Враждебно хочешь? Давай я устрою. Шындығыңды айт, азамат ретінде мен сені сыйлаймын, шындығыңды айт. Шындығымды айт. Генерал телефон тартып алды деп бір ауыз айтшы. Адамсың, мен қызысың. бетіме тіке қарап айтшы. Тіке қарап тұр менің бетіме. Қызық екенсің сен. Судьядан сұрақ бола ма? Жоқ, сіз мұнда тыңдаушы ретінде жоқ, болмайды сұрақ, болмайды. Кедергі жасасаңыз, онда зал отырысына қарсы шығарады. Айтып мына Айболатқа жауап Я еще раз говорю. Ескерту жасаңыз. Тыныш отыру керек, тыныштықты сақтау керек. Мен не істеп жатырмын? Сотқанға ұсынысым бар, әлеуметтік желіге жазайыншы. Тыныштықты сақтаймыз. Әлеуметтік желіге жазайын. Пускай докажет. Мына кісілер келіп жатыр ғой, сол сияқты мен де көрген кісілер олар. Мен кедергі келтірмеген. Ол жерде адамдар тұрды. Бар гражданский адамдар тұрды айтпақшы. Қаншама түсіріп тұр. Солар может мен жақтайтын кісілер келетін болады. Ешкімге запрет еткен жоқ. Сырттан түсіріп тұр. Қаншама адамдар сол видео бірнеше түрлі видеолар шығып тұр мысалы. ютубта жүр. Несін жасырады оны мысалы. Мен тағы да айттым. Мен айттым, қалай сізге не дұрыс? Болатбек, мен жерде айтып отқан мына кедергі емес. Генералдың телефонын тартып алған сол мойындан да іште отырмын, болды. Басқа ештеңе сұрап отқан жоқпын. Мен тағы да айттым. Именно мен сізді жаңа әкетіп баққан кезде көрдім. Оған дейін сіз свободно еркін жүргенсіз ол жерде. Ешкім сізге запрет берген жоқ. Болатбек, Манарбек, сен үшеуін көрдің да. Білем оны. Ешкімді запрет берген жоқ сізге. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Ойларыңызды жүре беруге болады. Мен удостоверение. Мысалы, бәрі бір жақты сөйлеп отыр ғой. Менде мысалы көрген жоқ, бірақ дәлелдейтін істер жоқ. Бүкіл милицияда камера бар деп сенеміз, бірақ бір камера істемей қалған. Именно маған деген. Дәлелдер жоқ. Оның бәріміз көріп отырса ғой. Құр ауызбен айтады. Хотя маған телефонмен түсіріп айтса, дәлелдер. Не жоқ. Статья Бадилова, все сомнения трактуются в пользу подозреваемого. Посмотрим. Прокурорның сұрақтары бар ма? Жоқ. Айтып болдыңыздар. Жақсың, прокурорның қорытындысы? Құрметті сот, яғни сотқа қатысушылар, бүгін біз ашық сот мәжілісінде
Айболат Бөкеновке қатысты Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 667 бабының істі аяқтап, яғни Бөкеновке іс-әрекетті құқық бұзушылық құрамы бар деп санаймын. Яғни Бөкенов жол апаты болған жерге барып, полиция қызметкерлеріне қарсылық білдіріп, олардың заңды талаптарына бағынбай, болған оқиғаның орнын видео бейнеге түсіріп, телефон арқылы Бөкенов полиция қызметкерінің жұмыстарын атқарып жатқан полиция қызметкерінің жұмыстарын қиыншылық келтірілген. Яғни ана сот мәжілісінде Бөкеновтың талап арызы қанағаттандырылды. Яғни сотпен сұраныс жіберілді департамент полицияны. Яғни жауап келді. Сервер жұмыс жасамайды екен. Сонымен қатар мына сот мәжілісінде бірнеше полиция қызметкерлері жауаптандырды. Яғни жауаптарын тыңдап, зерттеп толық мына сот мәжілісінде куәгерлердің жауаптарын, яғни бәрін Айболат Бөкенов сол күні сол оқиға жол апаты оқиғасы болғандықтан, яғни полиция қызметкерлерінің машиналарына кіріп, яғни қиыншылық туындырып, заңды талаптарына бағынбаған. Сонымен әрі Бөкенов сот сараптама өткізілген, яғни сот сараптама қорытындысына Бөкенов Айболат мас күйінде болған. Бірінші рет Бөкеновке ескерту берген, яғни Бөкенов оларға ескертуге бағынбай, өз іс-әрекетін жалғастыра беріп, сонымен қатар азамат Бөкеновты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 667 бабымен кінәлі деп танып, оған ескерту жазасын қолдануға сұраймын. жазасы тағайындалады. Қаулын алған күннен бастап қаулыға 10 тәуліктің ішінде шағымдануға болады. Отыра беріңіз, қысқаша түсіндіріп жіберейін. Айболат Ақболатович, сіз іс бойынша кінәлі болып танылды, сізге жауапкершілікке тартылдыңыз. Өйткені сіздің іс-әрекетіңізде сізге тағылған баптың белгілері анықталды. Сіз полиция қызметкерлерінің жұмысына кедергі жасап, заңды талабын орындамағаныңыз. Бұл сот отырысында толығымен зерттеліп, полиция қызметкерлерінің түсініктемелерін тыңдадық. Осы әрекеттер анықталды, расталды. Енді мына жерде сіз жол көлік оқиғасы болғаннан кейін барғасын, ол жерден іздерін бекіту керек, өзіңіз білесіз. Соны біле тұра, және өзіңіз айттыңыз, журналистік өкілеттігіңіз жоқ бола тұра, сұхбат алам деп сол жерде жүрдім деп. Бірақ та енді өзіңіз сол жауапкершілікке тартылатын адам тиісті түрде тартылып, жол көлік оқиғасының бәр мәліметтері бекітілу үшін сол жерге кедергі жасамау керек еді ғой. Сосын енді сіздің түсініктемелеріңізге күмән келтіретін жағдай бұл іс құжаттарындағы медициналық куәландырудан өткен қорытындысы. Сіз мастық күйде сол жерде болғансыз. Енді жол көлік оқиғасы болғанын білесіз, зардап шеккен адам ауыр халде болғанын білесіз, соны біле тұра сол жерге енді мастық күйіңізде барғаныңыз сол этикалық нормаға да енді сәйкес келмейтінін түсінетін боларсыз. Сізге ескерту жазасы тағайындалды. Қаулын алған күннен бастап келіспесеңіз 10 күннің ішінде шағым беруге құқыңыз бар. Сот мәжілісі аяқталды. Алкаша где нашли? Что, он пьяный, что ли? Да, он выпивший, вот тут сидит от него, перегар несет, вот этот алкаш. Это пьяного еще сюда пускают? Ага, от него перегар несет, сидит. Дышать невозможно. Что подтверждает заключение медицинского свидетельствования, он уже на место совершения дорожно-транспортного происшествия явил состояние опьянения, что уже ставит под сомнение все его пояснения.
вы сказали, что он не журналист, да, поэтому не имеет права брать комментарии. Нет, Это тоже как- я в прошлый раз спрашивала, уточняла, вы журналист, потому что он говорил, я хотел взять интервью, поэтому я уточнила. Я просто указала, что он, не будучи журналистом, требовал интервью, хотя, как обычно, полиция дает брифинг же, да, по таким вот событиям резонансным. Поэтому на том месте будет еще более в состоянии опьянения, его действия не соответствовали требованиям закона. ескерту берілгеннен кейін бір уақыт ішінде қайталанса ондай тағы жауап жүктеле ме әлде тек қана ескерту Жоқ, бұл бапта екінші бөлігі бар, қайталанса. не бар қайталанса Да, басқа жазалар көрсетеді. Онда ескерту жоқ, қамаққа алу немесе айыппұл. егер тағы да осындай Осы баппен 1 жылдың ішінде жауапкершілікке тартса, онда бұдан қатаң жаза болады. талабына бағынбаған үшін деген Иә, бап бойынша да иә. тағы да жауап онда 1 жылға дейін соттала ма 1 жылдың ішінде тартылса, осындай, иә, 1 жылдан астам болса, ол уже екінші бөлігімен қайталанды деп саналмайды. 1 жылдың ішінде тартылса, қайталанған саналады. онда қандай жаза беріледі Кодексте көрсетілген, ескерту жоқ, онда қамаққа алу немесе айыппұл. айыппұл қанша Мына МВД-ден жауап келді ғой. Иә. Соны экспертиза сұрады ғой бұл кісі. Қайтадан өткізуге болмайды ма сонда? Жоқ, экспертиза жауапты сұраған жоқ. Экспертиза жетонды сұрады, жұмыс жасамайды ғой деп. Бірақ ол жұмыс жасамайды емес, зарядкасы отырғанын айтты. Жоқ, сізге жауап келді ғой. Сервер жұмыс жасамайды. Сервер. А бұл кісілер жауап басқаша сервер емес, камера істемейді. Жоқ, бұл кісілер зарядкасы отырған деді. Сосын бұл жауапта сервер жасамайтынын көрсетті. Сондықтан олар түсіндірілген ғой, ана жауапта қанша уақытта сақталады бейне жазбалар. Бұл кісі анықтауға экспертиза жасатқысы келді ғой. Жоқ, экспертиза жасайтын сұрақ жоқ нақты бұл жерде. Өйткені ол кісі айтты, мына бейне жетон неге жасамайтын туралы экспертиза болсын деп. Бірақ ол жасайтын анықтады полиция қызметкерлері. осы туралы жаңағы орысша айтып жүресіз бе ескерту берді деген жаңасы Орысша айтты ғой. просто біз үлгермей қалдым жаңағы басша Нені айтуым керек? ескерту берді Сіз бұны қайда біз астана телеарнасы біздер репортаж ғой просто ескерту берді жаңа айтсаңыз болады орысша айтсаңыз болады қазақша айтқанда қысқаша просто қысқаша осы мәселе бойынша ескерту берді бір сұрақ может негізгі дәлел сол камера ғой, камера болғанда бәрі болатын еді, солай ма? Бұл кісі жоқ, полиция қызметкерлерінің баянаттары бар, түсініктемелері бар, дәлелдемелер жеткілікті. Камерадан жоқ қой, жазба жоқ қой. жазбайды сосын Букенов Айболат Ақболатович еркін қарап айтып отырмыз просто жаңағы кімге қарап айтады? мына кісіге қарап айтып отырмыз Букенов Айболат Ақболатович Букенов Айболат Ақболатович признан виновным в совершении правонарушений по статье 667 части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, назначено взыскание в виде предупреждения. сіздің қызмет аты жөніңіз Судья специализированного административного суда города Уральск, Қадырова Я. атыңыз Айнур Махмутовна. Айнур, рахмет. Сау болыңыз.